Бірақ шешен халық қазақ елмен халықмен ағайын болып, біз ешқандай жаманшылық біз көрген емеспіз. Біздің үйдеміз 13-біз. Оқыдық, жұмыс істедік, балаша отбасын құрдық, тамаша. Бізде, мен Кавказға барса, көш кеткендер айтады, сен келе жатырғанда бізде бір қасында бір қазақты ертіп кел, біз ұмытып қалдық, қазақ тілі ұмытып қаламыз. Әкеп тұрып, жақсылап, күттеп, сыйлап қайтарамыз. Так что Грозный, Чеченстанға, сіздерге, қазақтарға красный дорожка дей ма, қазақтарға. Қазақстанның көк байрағын көкке көтерген палуан Бисоль Десиев сізге кім болады? Мен інім болады, туған інім болады. Ең айрықша жеңістері, айрықша жаңағы белдесудегі сәттері жөнінде жанында жанкүйер болып аралап жүрдіңіз ғой? Конечно. Айтыңызшы бір қызықты сәттерін. Енді мен армиядан келгенде мен өзімде күресіп жүруем. Олда күресем десем. Мен Шымкент интернатта оқамыз бәріміз. Біздің ауылда мектепте болмаған, Шымкент ауылда. Біз әкеміз бәрі бізді интернатқа беретін. Сол интернаттан күреске барып жүрдік. Енді мына Бисоль бізден бәрінен жақсы шықты. 14 жасарда ол уже по юниорам жақсы күресіп кетті. Кейін уже 18 жаста ол чемпион СССР-да болып кетті по молодежи. 4-кратный обладатель Кубка мира болды. Чемпион Европы болды, чемпион СССР болды. Осындай достижение болды. За область, за Казахстан 13 жыл күресіп келді. Жақсы атақ шығарды.